Сәлеметсіңдер ме оқушылар? Ана тілі пәнінен 88-ші сабақ заттың сынын білдіретін сөздер тақырыбын өтеміз. Алдымен ережені есімізге түсіріп алайық. Заттың сынын білдіретін сөздерге қандай, қай деген сұрақтар қойылады. Мысалы, қандай үлкен, қандай таза, қандай биік, жақсы. Ережені есімізге түсіріп алсақ, суреттерге қарақ. Ненің суретін көріп тұрмыз? Дұрыс айтасыңдар. Бірінші қарбыз. Қарбыз қандай? Жасыл. Келесі құлпынай. Құлпынай қандай? Дәмді. Дәмді құлпынай. Келесі асқабақ. Асқабақ қандай? Дұрыс айтасыңдар. Қатты асқабақ. Жақсы, жарайсыңдар. Олай болса, бірінші жаттығуға қарайық. Бірінші жаттығу. Мәтінді мәнерлеп оқы. Мәтіннің тақырыбы орманшының баласы. Орманшының баласы бір шыбықты сындырмақшы болады. Сол кезде ол ағаштардың әңгімесін естиді. Ақ қайың айтыпты: мен өскенде бесік боламын, кішкентай бөбекті тербетемін. Теректің жас шыбығы: мен өскенде ойыншық боламын, балаларды ойнатамын, дейді. Қарағай: мен үлкен үй боламын, депті шаттана. Ал мен кім болам? Депті сонда бала. Сен ағаш шебері бол, депті оған ағаштар. Жарайды, деп шыбықтарды сындырмапты. Сол бала өскенде ағаш шебері болыпты. Мәтіннің авторы Мәлике Әбдірашиева. Оқушылар, бөбек дегеніміз бір жасқа дейінгі баланы айтамыз. Мәтін кім туралы айтылған екен? Дұрыс айтасыңдар. Орманшының баласы туралы айтылған екен, Келесі, бала жас шыбықты неліктен сындырмады? Дұрыс айтасыңдар. Бала жас шыбықты ағаштардың әңгімесін естігеннен кейін сындырмады, Баланың ағаш шебері болуына не себеп болды? Дұрыс айтасыңдар. Баланың ағаш шебері болуына ағаштардың алдына қойған мақсаттары себеп болды, Балалар ағаштардан қандай бұйымдар жасайды? Дұрыс айтасыңдар. Ақ қайыннан бесік жасайды, Теректің жас шыбығынан ойыншықтар, қарағайдан үй. Жақсы, жарайсыңдар. Оқушылар, мәтіндегі заттың сынын білдіретін сөздерді тауып, оларға сұрақ қойыңдар. Жақсы, жарайсыңдар. Мәтінде, мысалы, ақ қайын. Қандай қайын? Ақ қайын. Келесі, кішкентай бөбек. Қандай бөбек? Кішкентай. Жас шыбық. Қандай шыбық? Жас шыбық. Келесі, үлкен үй. Қандай үй? Үлкен үй. Жақсы, жарайсыңдар. Олай болса, екінші жаттығуға қарайық. Екінші жаттығу. Сөйлемдерді көшіріп жаз, қандай сұрағына жауап беретін сөздердің астынсыз. Шебер өнерлі, ұста, ісмер адам. Ағаш шебері ағаштан түрлі бұйымдар жасайды. Олар берік әрі жеңіл болады. Оқушылар, осы мәтінді әдемі етіп көшіріп жазамыз. Жақсы, жарайсыңдар. Жазып болсақ, қандай деген сұраққа жауап беретін сөздердің астын сызамыз. Мысалы, қандай адам? Өнерлі адам. Қандай адам? Ұста адам. Қандай адам? Ісмер адам. Келесі сөйлемде түрлі бұйымдар. Қандай бұйымдар? Түрлі бұйымдар. Келесі сөйлемде олар берік әрі жеңіл болады. Қандай болады? Берік болады. Қандай болады?
жеңіл болады. Жақсы, жарайсыңдар. Олай болса, үшінші жаттығуға қарайық. Үшінші жаттығу. Жаңылтпашты тыңда, жаттап ал. Ысқан ұста, ұстаз ұста. Үш ұстаға ұстаз ұста. Енді осы жаңылтпашты жаттап аламыз. Жақсы, жарайсыңдар балалар. Олай болса, біздің сабағымыз аяқталды. Каналға жазылып, лайк басып, комментария қалдыруды ұмытпаймыз. Сау болыңдар.